Саламатсыздар ма? Бүгін қазақша пиво деп пісіреміз. Ол үшін бізге ұн керек 500 грамм, 250 грамм өткізіп қойдым. Пилектен 250 грамм қазір өткіземіз. Дрожь керек болады, су, доз, шемішкі май, қалған салат, макароны салат, фарш, картоп и капуста керек болады. Ал бастаймыз. Ең бірінші біз ұнымызды илекке өткізіп аламыз. Илекке өткізіп алсаңыздар, жақсы көтеріледі. Үйдегі бар, не бар үйде, соның барлығын жасай бересіздер. Жуа да салуға болады. Өткізіп алды. Енді дрожжымызды себеміз. Одан кейін тұзымызды себеміз. Одан кейін шемішкімізді қоямыз. Және енді егеміз. Жұмсап, күштетіп қамыр етеміз. Жағына жұқтырмаймыз. Сіздің немізде атысыңызда нан қалмау керек. Қолыңыздан онда осылай түсіріп жібересіз. Ешқандай кісіра жасамайыңыз. Бұл нан өзіміздің үйде пісіп жатқаннан кейін өзіміздің қолымыз өзімізге таза. Сондықтан ешқандай ракинаға жуып ағызып тастамаймыз. Барлығын осы нанға егіп жібереміз. Менің өзім шешем осылай үйреткен. Сондықтан мен осылай жасаймын. Жан-жағына ештеңе жақтырмай осылай жұмсап қамыр емейсіздер. Осыны жауып, кішкене қоямыз. Кішкене қоямыз. Енді біз начинкасына кірісеміз. Ол үшін бізге жас капуста керек болады. Кубик турай жинаймыз. Өзімізге жақсы жұмсақ болып піседі. Картопты да көбік қылып тураймыз. Қолдарыңызда қандай не жоқ, соның барлығын салай беруіңізге болады. Қатып қалған қағида жоқ.
корейский видео жасайын деп тұрмыз, қазақша видео жасайын деп отырмыз. Omuz kurab chiqib, endi bunday makubda qalib atsa, salatdan tastamamizlar. Barlig'ida ham beradi. So'ng barlig'ini solamiz. Hozir endi aralashtiramiz. Endi aralashtiramiz, tuzini boshini solamiz, so'ng aralashtiramiz. Ko'p juda jo'raymiz. Bosh solamiz. Boshida qanday solamizlar? Aşağı olib ketsin. Endi paprika solamiz. Paprikada aşılanmışlar, tuz saldı vermeyiz diyor. Şimdi osmanın bağlamaz, kolumuzdan arasırız. Kapıştasın katı kısa jöyemiz deyir, soğuk çıkınca. Dursun halimiz hazır. Duracaksın. Olayında araslar oldu. Nanımız bir geride. Yine nanımız da. Тоже погоду не будет. Осындай круг жасайтын бар. Осыны бөліп аламыз пішетін. Салып отырамыз, өйткені кішкене тағы көтерілу керек. Осылай кругымызды айналамыз.
мен жауып қоя тұрамын. 5-10 минутқа 5-10 минут тұрды. Енді алып пигодиумды жасаймыз. Молынан қосамыздар ішіне. Енді жасырған кезде шетін ішіне алып жіберіп жасырыңыздар. Осылай барлығын жабыстырып шығасыздар. Суны газға қоя береміз, қайнай береді. Сосын жақсылап майлаймыз. Астына жабысып қалмау керек. Енді айналып қойымызды соғамыз. Дайындаған нанымыз пигодиумға қаншақымыз ровно жетті. Сырап қоймай барлығын жетімде болып дайындаңыздар. Кішкентай қылып жасасаңыздар болады. Тез тасып шығады. Шетін жағыңыздар. Барлығын жапаңыздар. Шетін жағын жапсаңыздар болады.
Suumuz qaynab жатыр. Endi osini suumuz qaynab жатыр. Endi gazga qo'yamiz. 30-30 minut qo'yamiz. Al bizim biberimiz pişti. Voilà. Endi tarelkamızga salamiz.